Ассалаумағалейкум. Мен Дархан Абдуахит, эфирде кабинет бағдарламасы. Заңның үстемдігін қамтамасыз ету бес халықтық реформаның бір бағыты. Діттегені сол. Сот жүйесін жетілдіруді, судьяларға қояр талапты күшейтуді және инвестициялық дауларды әділ шешетін сот құруды көздейді. Біз бүгін бұл мәселеге қатысты жоғарғы соттың судьясы Ақылтай Қасымовтың пікірін тыңдаймыз. Ассалаумағалейкум. Менің атым Дархан Абдуахит. Кабинет бағдарламасы. Реформа аясында сала мамандарын іріктеудің талабы күшейтіледі. Жалпы бұл талаптар қаншалықты қатаңдатылады? Сот болам деген адамдарды іріктеу, солардың алдына қойылған талапты күшейту бүгінгі күнде іске алынып жатыр. Бұл талап уақытында қойылған. Талапты негізде біз есептейміз. Неге десеңіз, қай жерде, қандай салада болса да, қай саланың, сот болсын, экономикалық болсын, қай жерде мемлекеттік қызметінде болса да, бәрі адамның басына байланысты. Маманы білікті болса, көзқарасы терең болып, жан-жақты, әлі қазақша сөз бар ғой, сегіз қырлы бір сырлы деген азаматтар болып жатса, онда сол сала әрдайым жоғары болады. Бүгінгі күнде заң факультетін бітірген жас жігіттер сотқа талаптанып сот болам деп жатыр. Бүгінгі біздің ата-заңымызда көрсетілген мерзімі жасы 25-те көрсетілген. Ата-заңға сәйкес, Ата-заңға сәйкес. Бұл бұрын ертерек 95 жылы, 1995 жылы көрсетілген. Ол кездерде мүмкін ол қажетті болған шығар. Ол кездерде біздің мамандарымыздың саны, біліктілігі де жетпей жатты. Қазіргі күнде осы заң факультетін бітірген азаматтар, білімдері өте жоғары, шетелде оқып келген азаматтар бүгінгі күнде бізде толық жеткілікті. Оның үстіне 25-те сот болған жас жігіт, жас бауырларымыз, қарындастарымыз өмір тәжірибесі азырақ болады. Сол себептен біздің бүгін қойып отқан бір талабымыз сол манағы көрсетілген жасты көтеру. 30-ға дейін деп көздеп отырмыз. 30-ға дейін деп. Ал енді алда біздің парламентта бұл заң талқылағанда мүмкін тағы басқа пікірлер шығар. Негізгі бүгінгі күнде 30 деп қойып отырмыз. 30 дегеніміз сол кезде жас маман оқу бітіріп, бір кәсіби жерде қызмет жасап, оңды жоқты танып, семьялы болып дегендей, ол да тәжірибе, заңның толық шеңберін бәрін танып, біраз қызмет жасаған азамат болып шыға келеді. Неге десеңіз, бүгін соттың күші сондай, соттың шешімі сондай бүгін зор, осы бір шешіммен кейбір мекемелердің мүддесін қорғау. Кейбір кездерде мына осы мекемелерді біз әлгі банкрот деп танып жатырмыз ғой. Ол деген өте күрделі мәселе. Сондай шешім шығару үшін манағы біздің соттарымыз жан-жақты болу керек. Екінші қойып жатқанымыз біліктілігі. Бүгінгі күнде біздің оқу бітірген азаматтарымыз екінші жоғары білімнің екінші сатысы, магистратура дейміз ғой, соны бітіру керек. Неге десеңіз, бакалавр бүгінгі күнде азырақ. Магистратураны бітіргенге, ондай азаматтарды біз кезектен тыс кандидат ретінде танып, жұмысқа ұсынып жатырмыз. Екінші, мына қазіргі күнде институт правосудия біздің мамандарды дайындап жүрген, тағайындалған соттарды кәсіби жағынан біліктілігін көтеріп жатқан бізде сондай институт бар. Академияның жанындағы? Академияның ішінде. Өзіңіз білесіз, академияның ішінде бірнеше институт бар, соны бір қатарында болып саналып жүрген. Бірақ та ол институт ол өзі ерекше болу керек. Оның бағдарламасы ерекше болу керек. Ол біздің министерство, оқу білімнің министерствосының білім несімен жүрмеу керек. Басқа бағдарлама болу керек.
сотты қалай дайындаймыз? Дайындап жатқан соттарды неге үйретеміз? Практикалық па, процесс па, материалдық заң ба, тағы да көп сондай сұрақтар туындайды. Сол себептен оны мінекей мына осы елбасының 10 қадамына көрсетілген соны мінекей жоғарғы соттың шеңберіне, жоғарғы соттың маңайына бізге қайтару. Бір уақытта біздің тәжірибемізде болған да, бір уақытта соны бізге қайтару. Қайында қайтарғанда біз мінағы институттың беделін одан әрі көтеруіміз деп отырмыз. Оның ішіне мәнәғалігі магистратура институты болса, мәнәғалігі тағайындалған соттардың біліктілігін көтерту, институт повышения квалификации дегендей. Сосын тағы да біздің осы заң институтын құру бір ойы бар. Сол бәрі орындалса, меніңше бұл өте бір жақсы шара болуға тиісті. Басқа мемлекеттерді алсақ, неке Ресейді алсақ, осындай, Францияны алсақ, Испания, Италия, Европаның белгілі мемлекеттерін алсақ, өркендеген елдерді алсақ, осындай тәжірибемен олар жұмыс жасап жатыр. Яғни діттеген меже екінің бірі судьялыққа өтелмейді. Сот болам деген адам көп, бәрі сот болуға мүмкін емес. Сол болам деген кісілердің ішінен таңдап алып, сұрыптап алып, манағы қойған талаптарға сәйкес ретінде болу үшін сондай ғана сот болу керек. Енді өзіңіз білесіздер, баяғыдан келе жатқан сөз бар, сот кім болуға? Тура биде туған жоқ деген бар, туған биде иман жоқ. Тағы да сөз бар, әлгі ет шірісе тұз жүр, би шірісе кім жүр дегендей. Сол себептен біздің сот саладағы билеріміз, бүгінгі соттарымыз білікті, тәуелсіз, заңды, сауатты, сондай азаматтар билікті атқару керек. Іріктеудің бүгін неше түрлі сатысы бар. Мана емтихан деп айттық, бір квалификационный коллегия юстиция деген бар, сонда емтихан тапсыру керек. Содан кейін бүгінгі күнде жоғарғы соттың ұсынысы бойынша облыстарда мана кандидаттардың аты жөнін біз неге шығарамыз? Ашық түрде газетке шығарамыз, интернетке шығарамыз. Жан-жақты халық оқып көрсін. Осындай азамат, осындай азаматшы сот болам деген талабы бар. Манағы күнде сіздердің пікірлеріңізде болса, осы манағы кандидат туралы бізге жеткізсеңіз деген ашық. Сот кандидаттарды біз реттегенде ешқандай жабық жұмыс болмайды. Бәрі ашық түрде. Содан кейін облыс сотта пленардық мәжіліс деген мәжіліс бар. Сонда манағы азаматтардың аты жөні, қағаздары, ісі бәрі талқыланып, сол жерде дауыс беріліп, оған пікір, заключение, қорытынды беріледі. Сол қорытындыда жақсы болса, жағымды болса, ғана өтеді. Жағымсыз болса, олар қарай өтелмейді. Одан кейін, бізде жоғарғы сот кеңесі деген бар, ВСС. Сол жерде отырған біздің парламенттің депутаттары, прокуратура, жоғарғы соттың уәкілдері, тағы біраз адамдар мінағы келген кандидаттарының қағаздарын бәрін қарап оқып шығып, осы ең жақсы болады деген шешім қабылдайды. Сосын ғана біз елбасына ұсынамыз, елбасының жарлығымен сосын ол сот болып тағайындалады. Бұл сіздің айтып отырғаныңыз қазіргі тәжірибе ме, әлде болашақта болатын ба? Бұл қазірде бар, бірақ та соны біз сақтай отырып, манағы іріктеп, қатайтып, тағы да талап қойған ойымыз бар. Соттар бұрынғы милицияда істегендер болуға тиісті емес. Елбасы сондай тапсырма қойып берді бізге. Манағы оқу бітіріп келген жас кандидаттар болуға тиісті емес. Манағы айтылғандай, сотта қызмет жасап, соттың жұмысымен танысып, соттың тәжірибесін біліп, сөйтіп жүрген қызметкерлерге сот болуға тиісті деген сондай бағытты бүгін ұстап отырмыз.